Ертеде ит пен мысық өте тату болған екен. Екеуінде адам асырап, үйінде ұстапты. Күндердің бір күнінде адамның май сіңген тері дорбаға салып, сақтап жүрген алтыны жоғалады. Қанша іздесе де табылмайды. Алтыннан айырылған адамның күйі тайып, жүдей бастайды. Досым, осылай қарап отыра береміз бе? Қожайынға көмектесейік. Я, алтын салынған дорбаны іздеп табайық. Екеуі ой қырды аралап, бармаған тауы, баспаған жері қалмайды. Ақыры титықтап, үйлеріне қайтады. Ит пен мысық ұнжырғасы түсіп, үнсіз келе жатқанда, кенет қожасының май сіңген дорбасының иісі мұрындарын жарып жібере жаздайды. Өф, мынау ненің иісі? Біз іздеген дорбаның иісіне ұқсайды екен. Мяу. Я, дорба жақын маңда секілді, іздейік. Ит айнала жүгіріп тіміскілеп, ақыры бір тышқанның інін қаза бастайды. Мысықтың қуанышы қойнына сыймай, аңдып қарап отыра береді. Ит көп азаптанып, тышқан інінің түбіне жетсе, алтын салынған майлы дорбаны тышқан тығып қойған екен. Мынаны көрдің бе? Иә, бірақ бұл дорбаны қожайынға мен жеткізуім керек. Мяу. Мысық иесіне жақсы атанбақ болып, иттен бұрын алтынды ала қашады. Ол үйдің төбесімен қырғи жүгіріп, иесіне жетеді. Алтынды тастай салады. Мұны көріп қожасы қуанып кетеді. Мысықты бауырына басып құшақтайды. Сөйтіп тұрғанда қара терге түсіп, сабалақ болып арсалаңдап, ит те жетеді. Ит келген бойда қожасының аяғына оралып, қыңсылай еркелейді. Ештеңені түсінбеген ол итіне жекіп, қуып жібереді. Жәбір көрген ит ызаланып мысыққа тап береді. Қап білем сен бе? Мяу. Қожайын екеуін зорға айырып мысықты үйіне алып кетеді. Сол күннен бастап итті үйіне жолатпайды екен. Мінекей, содан бері ит пен мысық бір-бірімен араз болып қалыпты. Мысықтың тышқанға өштесуі де сол күннен басталған екен.